Барлықтарыңызға сәлем, қайырлы күн. Мен YouTube каналым оқырмандары. Бүгін біз өте дәмді әрі тез дайын болатын, ерекше хит болған маклюбе түріктің тамағын дайындайтын боламыз. Түрік халқының. Ол үшін менімен бірге болыңыздар. Бізге керекті заттарымызды алдын ала турап алдым. Ең алдымен сковородкамызға, табамызға майымызды құйып, қыздырып, сәбізіміздің екі шеті қызарғанша қуырып аламыз. Сәбізімізді қуырып болған соң, картошкамызды да екі шетін қызартып, сәбіз сияқты қуырып аламыз. Картошкамыз бен сәбізімізді қуырып болған соң, етімізді де бөлек қазанымызға салып, қуырып аламыз, жұмсақ қылып, әдемілеп. Алдын ала қуырылатын сәбіз картошкаларымыз етімізді пісіріп қуырып алдық. Енді кезекте тамағымызды жинастыруға кірісеміз. Қазанымызды қыздырып, майымызды құйып, оның үстіне туралған пиязымызды салып шығамыз біртіндеп. Пиязымызды салып болған соң, сәбізімізді саламыз, оның үстіне етімізді, барлық заттарымызды кезекпен салып, үстілерінен тұз, аз ғана бұрыш, өздеріңіздің қалауларыңызша дәмдеуіштерді қоса береміз. Мен бұл жерде дәміне қарай паприка, ұнтақталған тұз және қара бұрыш, қызыл бұрыштан салдым. Паприканы көбірек салдым, ол әдемі түс беріп, түсін келтіреді. Дәмін де әдемі шығарып тұрады. Өздеріңіздің қалауларыңызша дәмдеуіштерді сала бересіздер. Көп салмаймыз, аз ғана, үшін шым-шымнан саламыз, ащы болып кетеді тұзы. Картошкамызды салып болған соң, қызанағымызды салып, кезекпен орналастырамыз. Қызанағымызды салып болған соң, жуылып тазаланған күрішімізді саламыз. Және мен кептірілген укроп септім, өз қалауларыңызша. Осы күрішіміздің жартысын салып болған соң, оның үстіне бағанақ піскен етіміздің суын құйып алып, сол еттің суын да қостым. Дәмін келтіріп, әдемі болып шығады. Енді кезекте күрішіміздің бетін жабатындай етіп, күрішіміздің бетімен бірдей қылып, суымызды құямыз да жай отта 1 сағатқа бұқтырып қоямыз. Міне дайын болды. Міне біздің маклюбе тамағымыз дайын болды. Өте дәмді әрі оңай, тез, ерекше болып шығады. Сіздер де менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қолдап кетіңіздер. Қалауларыңызша айранмен де қосып жеуге болады. Сау болыңыздар.